Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ажарма тілегімізді білдіре отыра, қымбатты көрермен, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Облыстық жедел жәрдем бекеті соңғы 2 айда қызу жұмыс жасап жатыр. Диспетчерлер тәулігіне 2000-нан астам қоңырауды қабылдап, бригадалар демалсыз жұмыс жасап жатыр екен. Әйтсе де шұғыл қызметке шағым айтатын тұрғындардың қатары азаймай тұр. Бұған не себеп? Бүгінгі спикерімізден сұрап білмекпіз. Ендеше қонағымызбен таныстыра өтейін. Балмағамбетова Гүлмараш Жамаладин қызы сарапшы дәрігер. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Саламатсыз. Арнайы уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Енді дәл жаңа сөз басында айта өткендей, жедел жәрдемнің қызметіне шағым айтатын тұрғындардың қатары азаймай тұр, керісінше күн санап артып бара жатыр дейді. Осы тұрғыда не айта аласыз? Осы таңда қараша айынан бастап шақыртулар өте көбейіп тұр. Қоңырау шалушылар жедел жәрдемге. Оның себебі енді вирустық инфекцияның көбеюі, оның ішінде биылда қызылша ауруының көбеюіне байланысты. Күніне қызылшаның біздің өзімізге тіркеліп отырғаны 80-90 науқастар тіркеліп отыр осы таңда. Былтырғымен салыстырғанда вирустық инфекциялық аурулардың инфекциялық аурулардың көбею былтырғыдан қарағанда көп болып тұр. 3,5 есе көбейіп тұр. Кешегде мен өзім анализ жасап қарадым. Былтырғы 22 жылғы қараша айы мен биылғы қараша айды салыстырған кезде 3,5 есе көбейіп тұр. Соған байланысты біздерге енді шақыртулар да көбейіп жатыр. Біздің енді шақыртуының өзі де бөлінеді ғой санатқа. 4 санаттан тұрады, қателеспесем. Әр санатқа жекелей тоқтала кетіңізші. Бірінші санат ол біздерде өміріне тікелей қауіп төнген жағдайда. Ол дегенісіне есінен танып қалу, қалтырау симптомы, судороги, сосын жүрек ауруы, боль груди деп шақырып атады ғой, осылардың бәрі ДТП, пожар болып атады, өрт болып атады. Солардың бәрі бірінші категориялық санатқа жатады. Екінші категория дегеніміз, бұл потенциалдық өміріне қауіп төнген жағдайларда. Бұл қазір көмек көрсетілмесе, олда екінші санаттан бірінші санатқа ауысып кетуі мүмкін деген сондай. Үшінші санатымыз ол деген жедел жәрдем көмегі болып стационарға жеткізілмесе, денсаулығына қауіп төнетін жағдай. Төртінші санатымыз ол денсаулығына да өміріне де қауіп төнбейтін жағдай. Ол жеңіл травмалар, мысалы саусағын кесіп алды дейді, қиып алды. Өміріне қауіп төнбейді, бірақ көмекті қажет еткен тұрғындардың қоңырауы деп айтайық. Бұл 4 санатта, Гүлмараш ханым айтыңызшы, қанша минутта жедел жәрдем қызметі бригадалар жетуі тиіс? Уақыт болатын шығар сәйкесінше? Уақыты бар. Бірінші санатқа 10 минутта, екінші санатта 15 минутта, үшінші санат жарты сағат арасында, төртінші санат 1 сағат арасында. Енді біз олардың бәрін осы қазіргі шақыртудың көбеюіне байланысты үлгіре алмай жатамыз. Сол көбінесе үлгіре алмайтынымыз 4-ші санат. 4-ші санат кейбірде енді 3-ші санаттарда болып жатады. Өйткені 4-ші біздің жедел жәрдемнің өзі 3 санатты ғана біздер көмек көрсетеміз. Бірінші, екінші, үшінші санат. 4-ші санат біз осы Ақтөбе қаласының Ақтөбе облысында да барлық емханаларда өзінің бригадалары отыр. 4-ші санатқа көмек көрсететін. Солар шығады шақыртуға, 4-ші санат. Шақырту диспетчерлік бөлімге түседі ғой, колл-центрге біз Ақтөбедегі. Сол шақыртуды қабылдап, оны сараптайды. Ол бірінші санаттық шақыртума, или 4-ші санаттық шақыртума. Сол бойынша береді. 4-ші санаттық болса поликлиникаға, емханаларға беріледі. Қалған 3 санатты біздер жедел жәрдем бригадалар шығып көмек көрсетеді. Басым ауырып тұр, не болмаса ұйықтай алмай жатырмын, кейде балам жылап жатыр деген сияқты хабарласатындар бар. Және сәйкесінше 10-15 минуттың көлемінде келмей жатса, онда бірден жедел жәрдем қызметтері дұрыс жұмыс жасамайды деген сияқты бірден сөздерді айтып шығатын өңір тұрғындарын көріп жүрміз негізі. Бұлардың бұл жерде тағып жатқан айыбы қаншалықты дұрыс?
Бұл қай санатқа жатады? Баланың жылауы деген сияқты нәрселер. Баланың жылауы деп шақыртатындар болады, ол да бар енді. Баланың жылауының өзінде біз қай шақырту түскесін, қоңырау түскесін барлық шақыртуды біз тіркеп шақыртуға шығамыз. Ең бірінші оператор анықтап алу керек, ауруды. Ол себеп немен ол бала жылады? Может, іш ауырып жылай ма, басқа жері ауырып жылай ма, или просто бала ашуланып жылай ма, оның бәрін. Солы сараптап, диспетчер қабылдаған соған байланысты категория қояды. Басы ауырып жатса да, басы не себептен ауырып жатыр? Шақыртуды қабылдаған кезде ол бәрін сұрайды. Не себепті, немен байланыстырады, не болған, анамнезінде қандай аурулар бар, бұрыннан ауыра ма, или бірінші рет болып тұр ма деген сондай сұрақтар қойып, оның санатына анықтайды. Сосын категория солай беріледі. Ондай шақыртулардың бәріне біз шақыртуға шығады. Көбінесе шақыртулар тіс ауырып жатыр деп те шақыратындар бар. Бізде енді тіс ауыратында стоматолог жоқ қой, просто кариес болатын болса, кариес деп те шақырады. Кариеске біз жедел жәрдем бармайды. Біздер енді шақырту түскеннен кейін біз оны бәрі 4-ші категория қойып, емханаларына береміз. Емханадан бригадалар шығады. Оның бәрі уақыт алады сол. Ал қандай жағдайда жаңағы жедел қызмет көрсету арнайы абоненттеріне, пункттеріне хабарласпай-ақ ауруды өздігінен емдеуге болады негізі? Мүлдем қажет етілмейтін жағдайлар бола ма? Енді шақырту түскеннен кейін біздер жедел жаңағы кол орталығында диспетчерден басқа біздер аға дәрігер отыр, сосын жаңағы дәрігер консультант бар. Диспетчер қабылдағаннан кейін дәрігер консультантқа қосады. Консультация қажет ететін болса, сонда консультация жаңағы айтады, дәрігер консультант баратын қай жерге баруға болады деп түсіндіріп жібереді. Енді біздерге барлық шақырту түсу болғасын бәрін тіркеледі біздерге. Ол қандай артынан бригада шығу керек па, или жаңағы немесе бригаданы қажет етпей ма деп. Жақсы. Гүлмираш ханым, енді айтып жатырсыз ғой, өткен жылдың қараша айы мен қазіргі жылдың қараша айын салыстырмалы деңгейде қарасақ, 3,5 есеге ауырып жатқан адамдардың санаты өсіп отыр деген сияқты. Осы тұрғыда мынадай бір заңды сауал туындайды. Біз бүгін енді бірінші байлық денсаулық тақырыбында әңгіме қозғап жатырмыз. Және қара аспанды төндіре бергіміз келмейді, бірақ гепатит ауруы өршіп бара жатыр, қызылша ауруы, тұмау ауруы, басқа да аурулар деп айтып жатырмыз. Қазір бұл аурулардың барлығының өршуіне не себеп болып отыр? Және вирустық ауру ма көп өршіп тұрған, әлде инфекциялық ауру ма? Вирустық та бар, инфекциялықтар да бар. Жаңағы қазірдің өзінде бұрын енді қызылша ауру болған жоқ, болса да бірден сарам болды. Биыл онымен қоса еще жаңағы қазір коклюш шығып жатыр. Алматыда естіп жатсыздар ғой, Алматыда шықты, Ақтөбеге де уже кетіп жатыр. Енді біздің вакцинация жасалмағаны, екпе алмағандар ма? Екпе алмағандары, солардың бәрі осыған әкеліп тұр ғой енді. Және ауа райының қайта-қайта өзгеруі тікелей әсер ете ала ма? Ауа райының өзгеруі де қазір таңда бір күн салқындайды, аяз болады, бір күн бүгін жылып тұр. Сондай да ол да әсер етеді. Сол кезде күннің жылу, осындай ауа райының жылу кезінде вирустық инфекция көбейеді. Ал вирустық аурулардың ең басты қоздырғышы болып табылатын бұл вирустар негізі аязда өледі, қателеспесем? Аязда вирустық инфекция азаяды. Аяз күшейсе, ол кезде вирустық аязда басқа аурулар көбейеді. Мысалы, жүрек аурулары, инсульт, инфаркт деген аурулар сол кезде күшейеді. Денсаулықтың маңызын осы тұрғыда өзіңіз де баса айтып отырсыз. Негізі адам баласының ең басты байлықта денсаулық екендігі белгілі. Сондықтан ауа райы құбылмалы болып тұрған сәтте максималды түрде өзіміз күтінуімізде қажет болатын шығар. Қазір енді жедел жәрдемге келіп түсетін қоңыраулардың қатары өте көп екенін айта өттіңіз. Оның үстіне жаңа жылда жақындап келе жатыр, мереке қарсаңында қоңыраулар одан сайын көбейеді. Тіпті мереке қарсаңында төтенше жағдайлар қызметі әрі осы жедел жәрдем қызметі мүлдем демалмайтынын біз білеміз. Олар деген кезекшілеп отырады. Арнайы хабарласқан көмекке зәру адамдардың қажеттілігін өтеу үшін оқиға орнына барып, не болмаса аурудың тіркеу үшін, оған көмектесу үшін де тыңғылықты жұмыс істеп жатқанын білеміз. Бірақ жедел жәрдем қызметі қазір қоғамда лайықты орын алып жатыр ма осы еңбегіне сәйкес? Енді қазіргі таңда енді жедел жәрдем 24/7 жұмыс істейді, күні түні.
бригадалар жаңағы тынымсыз ертеңгісін 8:30-да жаңағы ауысады. Содан бастап бір ертең келесі күнгі 8:30-ға дейін жұмыс жасайды. Қазіргі мына шақыртулардың көбеюіне байланысты олар тынымсыз қызмет жасап жатыр. Енді соған байланысты өзінің еңбек ақыларын алады ғой енді. Жақсы, ол түсінікті. Ал белгілі бір аурулардың қайта өршу бір циклы бола ма? Мысалы, 4 жыл сайын өршуі мүмкін деген сияқты, 5 жыл сайын. Енді аурулардың өршуі, жаңа инфекциялық ауруларды айтатын болсақ, енді ондай тіркеліп біздерге өйтіп алып жатқан жоқ, 4 сайын, 5 жыл сайын деп. Мысалы, бұл қазіргі қызылша көптен бері болған жоқ қой. Ол енді қазіргі таңда енді кешегіде коронавирустың кезінде көбісі жаңағы вакцинация алынмады. Қазіргі таңда жаңағы өзінің не байланысты вакцинация алмайтындар бар. Соған байланысты, енді вакцинация болмауына байланысты осындай вирустар көбейіп тұр ғой. Қызылша сияқты. Сөз соңында қорыта не айта аласыз бүгінгі тақырыбымызға қатысты? Мен айтар едім, Ақтөбе қаласының тұрғындарына күндізгі емханалық, біздерге жедел жәрдемді көбінесе жаңа күндіз бойы шақырып жатады. 8-ден сағат 8-ге дейін емханалық дәрігерлер қызмет жасайды. Олар шақыртуға шығумен бірге ем жасайды. Біздің жедел жәрдем бригадалары ем тағайындамайды. Тек бірінші көмекті көрсетіп стационарға жеткізеді. Сол үшін күндізгі уақытта температура, жаңағы қызуы көтерілу, жеңіл созылмалы аурулардың өршуі, соларына байланысты жедел жәрдемді қажет етпейтін болса, өздерінің жаңағы учаскелік дәрігерлерін шақырған жөн деп соны сұрар едім солға. Өйткені біздің жедел жәрдем бригадалары ем тағайындамайды. Мысалы, температураның өзіне барғанның өзінде уақыт кетеді. Алыс район, біздің қаланың сыртынан 35 шаршы километрге дейін біздер қызмет көрсетеміз. Бір кеткенде бір бригада 1,5-2 сағатқа кетіп қалады. Сол уақытта біздерде, мысалы, температураға шығып кетсе, қанша уақыт алады? Соны айтар едім, мысалы, күндізгі уақытта өздерінің жергілікті дәрігерлеріне хабарласса деп. 8-ден 8-ге дейін. Рахмет, ендеше Гүлмирал ханым, бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз.